Ассалауму алейкум. Жақында ғана біздің мүфтиіміз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басшысы Наурызбай қажы әруақтардың қолдауы жайлы бір бейнеролигі тараған болатын. Яғни ол жерде ол кісі жаңа әруақтардың қолдауы рас нәрсе, және де олардың желеп жебеуі бар нәрсе деп жаңағыда айтып келтіреді. Және де пайғамбарымыздың жаңа атын айтқан кездерін, әулиелердің жаңа атын айтып шақыру деген сияқты ол нәрсені де келтіргеніменен кейбір кісілерге жақпай жатыр. Және де сондай кісінің бірі Талғат Рысқұлбеков деген Қайрат Рысқұлбектің інісі ме екен, ағасы ме екен білмеймін, бірақ сол кісі былай деп жаңағыдай мүфтидің сөзінен неғылып, егер ол шынымен осылай айтқан болса, олар қияметте ғана қолдап неғылып шапағатшы болады емес, осы кезде де шапағатшы жаңағыдай қолдау мүмкіндігі болады дегенге айтқан болса, онда ол кісі халықты адастырғанмен бірдей, ол мүшрик, ол тозақ, ондай адамдар тозақы болады деген сияқты пікірін айтып жатыр. Ал енді және де сол пікірлердің ішінде айтатыны, әулие құдай емес, құдайдан былай емес деген адамдарды ширк жасап жатыр. Яғни серік қылып, Аллаға серік қосып жатыр деген сияқты айтады. Біріншіден, біздің сенімде ол жаратушы қазақ ешқашан ондай жаратушынан бас тартып, жаратушыға деген сенімінен айнаған емес. Ол қандай қырғын болса да біздер ол заманнан өттік. Және де Алла Тағаланың ол достары жай болатындығы жайында Құранда келеді. Менің достарым деген сияқты әулиелер, әулие деген дос деген сөздің көпше түрі арабшадан алынғанда. Енді сондай жаңағыдай Әбу Хурайра рахматуллаху алейхтің жаңағыдай жеткізген бір хадисінде мынандай бір не келеді. Кімде-кім менің достарыма қарсы шығатын болса, ол маған қарсы шыққанмен бірдей дейді. Ол маған жауласқанмен бірдей дейді. Ал енді кімде-кім маған шынайы құлшылық қылып, шынайы жаңағыдай нағыз шынайылығыменен жаңағыдай нәпілін арттырып, қосымша құлшылықтармен жақындаған болса дейді, мен ол құлымның дейді, көретін көзі, еститін құлағы, ұстайтын қолы, жүретін аяғы болам дейді. Осы хадисті естіп тұрсыздар ма? Яғни кімде-кім Аллаға шынайы ықыласпенен құлшылығын арттырған жан болатын болса, оның ішінде өмірін арнаған жан болатын болса, Алла Тағала айтып тұр ғой, оның көзі боламын мен, оның еститін құлағы, оның ұстайтын қолы, оның жүретін аяғы боламын дейді. Сондықтан ондай құлды Алла Тағала өзінің досы санап тұр. Ал енді сондай достарды біздің қазақ не деді? Әулие деді. Ал енді Алла Тағала өзі сол әулие құлдарын егер кімде-кім оған тиіссе, маған тиіскенмен бірдей, кімде-кім оны жақсы көрсе, мені жақсы көрумен бірдей дегенге келтіріп тұрса, онда неге әулие құдай емес, құдайдан былай емес дегенді айтуға болмайды? Яғни ол құдай емес, ол Алла Тағала жаратушы емес деп тұр, былай мағынасын. Ал енді ол бірақ құдайдан былай емес, яғни оған сен зиян тигізетін болсаң, сен Аллаға қарсы шыққаның, оны сен жақсы көрмейтін болсаң, Алланы да жақсы көрмеген деген сияқты мақалдың несі. Сондықтан ол жерде Құранда қандай бір аяттың астарлы сөзі көпше түрі, бір жаңағыдай өзінің белгілі бір түсініктері болса, сол сияқты біздің мақалда да астарлы сөздер бар. Кез келген мақалды тікелей ала алмайсыз. Сондықтан да сөздің төркінін түсініп, сосын барып сөйлеген абзал болар. Сондықтан әулие бұлай емес, әулие құдай емес, құдайдан бұлай емес деген мақалдар, және де әулиенің қолдауы, ол нәрсенің барлығы негізі біздің жаратушыға деген сенімімізге ешқандай кедергі келтірмейді. Сондықтан да бұрынғы жаңағыдай ата бабамыздың еңбектерін, олардың жаңағы жүріп өткен жолымен, олардың хикметтерін, олардың сөздерін барынша түсіндіруге тырысатын жандардың көбейген дұрыс болар қазіргі кезде. Болмаса осындай түсінбеген жандар жаңағыдай аузына келген әртүрлі жаңағыдай сөздерін айта береді. Бірлігіміз тарқамасын, бірлігіміз арта берсін. Жаңағыдай онсыз да білініп атқан заманда сол бүлінгендердің арасында болып кетпейік ағайын. Аман болыңыздар.